Сәлем достар, Супергенчектің арнасына қош келдіңіз. Сіздермен бірге мен Құралай Орынбасарова. Бүгінгі видеоблогта біз сіздермен бірге әдемі әрі дәмді бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: 2 жұмыртқа және 2 жұмыртқаның сарысы қажет. Және 1,5 қасық қант қажет. Аздап тұз және жақсылап араластырамыз. Және бізге шамамен 2 стакандай ұн қажет. Екінші стакан ұнымызды саламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз оның бетін жауып 10 минут қалып қоямыз. 10 минут өтті. Енді біз қамырымызды аламыз. 3 бөлікке бөлеміз. Әрқайсынан дөңгелек шеңбер жасаймыз. 2 бөлшегін алып қоя тұрамыз. 1 бөлшегін бояуға кірісеміз. Алдымен сары түске, яғни аздап сары красителімізді, яғни тағамдық бояғышымызды сеуіп аламыз. Сөйте отыра біз қамырымызды ақырындап осындай қимыл арқылы илей бастаймыз. Біздің сары түсті қамырымыз дайын. Енді біз оны пакетке орап қоя тұрамыз. Ол уақытқа дейін біз жасыл және қызыл түске қалған 2 бөлік қамырымызды бояй бастаймыз. Біз енді оны кесіп аламыз. Осымен достар, біздің әдемі бауырсағымыз дайын. Дәл осындай порциямен жасайтын болсаңыз, сізде 4 тарелка бауырсақ шығады. Түрі өте әдемі, дәмі де өте керемет. Ас болсын. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.